әлімсақ уәдесі. Хазіреті Адам ата бірде Хақ тағалаға ұрпағымды көрсем бола ма деп қолқа салды. Жаббар Хақ Адам атаның белінен оның қияметке дейін таралатын барша ұрпағының тұқымын құдіретімен суырып алды да шашып жіберді. Самсаған сансыз рух аспан әлеміне сыймай кетті. Кейбір рухтар құйрықты жұлдыздай жарқырай ағып, арасында заулап ұшып жүр. Ерекше үлкен һәм айбарлы көрінді. Адам ата, не себепті мына рухтар ерекше үлкен, айрықша нұрлы деді. Бұл сенен тарайтын 124 мың пайғамбардың рухы. Олар надан қауымды тура жолға салып адамшылыққа тәрбиелейді. Сондықтан олардың рухы ерекше айбынды. Олар екі дүниеде де менімен байланыста болады деді. Олардан бөлек рухтардың тағы бір тобы шолпан жұлдызындай жарқырап маңайына сәуле шашып жүрді. Бұлар кімдер деді. Бұл жүрек көзі ашылған әулие ғұламалар. Олардың не артықшылығы бар? Олар қай заманда туса да әділдіктің туын көтереді. Дүние қайғысынан азат болады. Олардың жүректері ақылдың кені. Шын сөзге шешен, кез келген қауымның рухани дертін де, шипасын да солар біледі. Қиямет қайымға дейін рухани ілімнің жауһары соларда сақталады деді. Адам ата ұрпағының көптігіне қайран қалып, «Уа Тәңірім, бұлар жер бетіне қалай сияды?» деді. Уайымдама, олардың бір тобы әкенің белінде болады. Енді бір сыпырасы анасының жатырында жатады. Сағаты толғандары жерге жұтылады. Кезегі келмегендер осында болады. Тірілері жерде уақытша тіршілік кешеді. Ғарасат майданы басталғанша бұл тізбек осылай жалғаса береді. Адам ата ұрпағының қамын ойлап, менің ұрпағымның біреуіне қаза жетсе, көзі тірі туысы ол қайғыны қалай көтереді деді. Алла тағала, мен оларға жас сәбидің қуанышын сыйлаймын. Олар жаңа туған ұрпақты көрген сайын алдыңғы аталарының қазасы мен қайғысын ұмытады. Балдырған бала олар үшін әмән да қуаныштың сарқылмас қайнары деді. Адам ата рухтардың бір-біріне ұқсамас өзгеше екенін көрді. Жаббар Хаққа, «Уа жасаған, бұлар неге бір тілде сөйлемейді? Тұрмыс тіршілігі мен салт санасы да ұқсамайтын сияқты» деді. «Әй адам, менің ең ұлы хикметтерім осында жасырылған. Мен олардың түрі мен тілін бір-біріне ұқсамас етіп жараттым. Керек десең, әрбіріне ұқсамас рең бердім. Бұл менің шексіз шеберлігімнің айғағы. Егер мен барлық адам ұрпағын бір бейнеде жасасам, олар бірін-бірі тани алмай әуреге түсер еді. Ағасы інісін, атасы баласын айыра алмай шатасар еді. Олар бірін-бірі тілінен, түрінен, даусынан жазбай танып, тату-тәтті тіршілік кешеді. Сол сияқты барлық ұрпағыңды қалауымша ұлт пен ұлысқа бөліп, жер бетіне таратамын. Олардың өмірі қызықты һәм думанды болу үшін сан алуан салт пен ғұрыпты ендіремін. Олар бірін-бірі салты мен санасына, ғұрпы мен дәстүріне қарап айырады. Парасатты құлдарым адамдардан айырмашылық емес, ұқсастық іздейді. Тануға талпынған сайын олардың бауырмалдық сезім артады. Мен оларды бөлу үшін, не болмаса біреуінен біреуін артық көру үшін жаратқан жоқпын. Бірін-бірі іздеп, сағынып жүрсін деп солай жараттым. Мұның терең хикметі осы деді. Адам, олардың салт санасы мен әдет ғұрпы әртүрлі болса, сенің бірлігіңді қалай табады деді. Мен жүректің түкпіріне ар мен ұяттың тұқымын ектім. Егер олар жалған дүниеде ардың әмірін тыңдап, ұятының жетегінде жүрсе, менің ұлы бірлігіме қайта оралады. Уа жаратушым, сонда сенің алдыңда ең артық, ең қайырлы құлдарың кімдер? Менің алдымда ары таза адамдар ғана артық. Ұрпағыңа осыны өсиет ет. Ақ түсті адам қара нәсілді пендемнен артық емес. Барлық ұлт пен ұлыстың дәрежесі тең. Әділдік үшін күресіп, барша адам баласын бауырым деп сүйгендер екі дүниеде нығметке бөлінеді. Олардың діні мен дәстүрі бөлек болғанымен ар ұятқа ғана мінәжат етеді деді. Адам ата Алланың бұл хикметін кейінгі ұрпағына өсиет етіп қалдырыпты. Адам ата зер салып қараса, кейбір рухтардың қолы жоқ, енді бірінің көзі жоқ, енді бірінің ақыл есі кем екен. Адам ата, бұларды неге кемтар қылып жараттың? Мұнда қандай хикмет бар деді. Сенің 12 мүшесі сау ұрпағың кемтар жанды көріп ғибрат алады. Сау күндеріне шүкіршілік етеді.
Ал кемтардың жайы не болмақ? Соның ақысына ақыретте сұралмайды, деді Тәңірісі. Адам ата самсаған рухтың ішінен ақ түсті және қара түсті рухтарды көрді. Бұлар неге ақ пен қараға бөлінген, деді. Ақ түстілері қиянаттан аулақ болған ақ жүрек құлдарым. Қара түстілері зорлықпен дүние жинап, қиянатты серік еткен қарабет құлдарым. Бұлар қалайша туылмай жатып жақсы мен жаман боп айырылып үлгерген. Мен барлық істің әуелінде ақырында білуші шебер Алламын. Құдіретімді түсіне алмайсың, оларды өз қалауыммен бөлген жоқпын. Бұл дәрежені дүниесінде сыналып, махаббат майданында күресіп табады. Бақытсыз құлдарым түбі жоқ қорлықты қара ниетінен табады. Мен оларды өз істеріне куә ету үшін сынаққа жер бетіне жіберемін. Сүрген өмірін амал дәптеріне жаздырамын. Жұрттан жасырып құпия ұстайтын арам ниеттерінде жазып аламын. Оларды мақшарда осы құжатпен соттаймын. Тарының қауызындай қиянат жасаса, ақырда алдынан шығарамын. Тозаңдай жақсылық қылса, оны да өзіне көрсетем, деді. Содан соң рухтарды түгелдей жер бетіне жіберді. Олардың бір тобы қайтып келді. Жаббар хақ, қалғандарың қайда, деді. Олар жердегі нығметтерге алданып, сол жақта қалып қойды, деді. Сендер неге келдіңдер, деді. Жердегі тіршілік жанға жұбаныш болмады, деп шулады рухтар. Тәңірісі оларды пейішке кіргізді. Пейіштен рухтардың үркердей ғана тобы Құдайдың алдына қайтып келді. Құдай тағала, қалғандарың қайда, деді. Олар пейіште қалды. Жұмақтың сансыз нығметі оларды баурап алды, деді. Сендер неге пейіште қалмадыңдар? Мен 8 жаннатты сендер үшін жараттым. Тағы не тілектерің бар, деді Құдай. Рухтар, уа Тәңірім, пейіште мін жоқ, бәрі де ғажап. Бірақ бізге сенің дидарың ғана мәңгілік жұбаныш бола алады. Біз сенің жамалыңа ғашықпыз, деді. Дидарымды көргісі келетін құлдарыма ауыр сынақтар жіберемін. Ғашықтық жолы қылыштан өткір, қылдан жіңішке. Бұл жолда салихтардың көтеретін міндеті мен жүгі өте ауыр. Адам тұрмақ, піл тізесін бүгеді. Шыдайсыңдар ма осы сынағыма, деді. Рухтар бір сәтке іркіліп қалды да, уа жасаған, басымызға сынақ түскенде бізбен бірге боласың ба, деді. Болам, бірақ шартым бар. Сендер мені үздіксіз еске алып, есімдерімді мақтап пәктеуден танбайсыңдар. Жүректеріңе дүние қайғысы кірмесін, деді. Егер бірге болсаң, біз де сені тынбай еске аламыз, деді. Мен де сертке тұрдым ендеше. Мені зікір еткен құлдарымды мен де есіме алып, жанына жігер, рухына қайрат беремін, деді. Осыдан соң Тәңірі тағала барлық адам ұрпағын бір алаңға жинады да, Әләсту би раббикум, сендерді жаратып, тәрбие етуші мейірімді иелерің мен емес пе, деп сұрады. Рухтар, қолу бәлә, әлбетте сенсің я Алла, деп жамырай шуласты. Ертең дүниеге барған соң мені ұмытып кетпейсіңдер ме? Жоқ, біз дүние есігін аша сала сені іздейміз, деді жамырап. Олар сол сәтте дүние тіршілігінің қалай боларын білмегесін солай деп жауап берді. Жаббар хақ, онда ертең қияметте бәріңді топырақтан қайта тірілтем. Сол кезде осы уәдеге қаншалықты берік болғандарыңды тексерем. 5 күн жалғанда сүрген өмірің өздеріңе айғақ болады, деді. Осылайша әлімсақ уәдесі алынды. Уәдені хаттап бір періштеге берді де, жер бетіне барып қиямет қайымға дейін осы уәдені ұстап тұрасың. Момындар қағбаға келгенде осы әлімсақ уәдесін есіне түсірсін, деп әмір етті. Періште әлімсақ уәдесін алып жерге түсті де, қазіргі қағбаның орнына барып тұра қалды. Әлі күнге дейін қажылыққа келген момынның назарына осы әлімсақ уәдесін тосады екен. Тек жүрек көзі ашылған әулиелер ғана осы уәде қағазын оқи алады, деседі. Уәде алынып болған соң Құдай барлық рухқа әлімсақ уәдесінің құрметіне маған 2 рет сәжде жасаңдар, деп әмір етті. Сол кезде рухтар 4 топқа бөлініп сала берді. Бірінші сәжде жасалғанда артқы қатарда тұрған рухтардың бір парасы иілмей тұрып қалды. Тағзым 2-ші рет қайталанғанда артқы қатарда тұрған рухтардың біраз бөлігі иіледі де, алдыңғы саптағылардың жартысы қозғалмай тұрып қалды. 3-ші бір топ 2 ретте қақайған қалпынан танбады. Рухтардың соңғы жамағаты ұлық Аллаға 2 рет тағзым еткенде де жаңылмады. Адам ата 4-ке бөлінген рухтардың сырын түсінбей,
«Уа Құдайым, бұл не хикмет?» деді Жаппар иесі. Біріншіде иілмеген рухтар дүниеге келген соң әлімсақты ұмытып, өз ісімен әуре болатындар. Екінші рет сәжде жасағанда соңғы саптағылардың бір тобы тағзым етті. Олар дүниеге барған соң жастары ұлғая келе хақты іздеп талпынатын топтан болады. Оларға да менің назарым түзу. Бірақ бірінші жығылғандардың бір бөлігі екінші ретте тікірейіп тұрып қалды. Олар жас кезінде елге дін жайып ақыл айтады. Орта жастан асқан соң дүниеге бой алдырып, екі жүзді пендеге айналады. Келе-келе сенімін жоғалтып, менімен дұшпандасады. Хақ дінді былғаушылар осылардан шығады. Үшінші топта кілең қасарысқан кесірлер тұр. Олар дүниеге барған соң өле-өлгенше менімен және менің момын құлдарыммен ұстасып өтеді. Менің ең жек көретін құлдарым осы қасарысқан тәкаппарлар. Соңғы топ салихтар жамағаты. Олардың саны аз, бірақ бұл дүние сол салихтардың дұғасымен тұрады. Салихтар болмаса көк аспан оларды жаншып тастайды. Жер жұтып қояды. Салихтар менің сүйікті достарым. Мен оларды жақсы көрем. Олар да мені сүйеді. Хақтың жолында басын бәйгеге тігуден тайсалмас тақуалар осылар деген екен. Қиссаның соңы.